Сабақтың тақырыбы аспаптар әлеміне саяхат. Мақсаты музыкалық аспаптарды балаларға үйрету, қызығушылығын ояту, оларды дыбысынан ажырата білуге, аспаптарды өз дәрежесінде ойнап шығуға, музыкаларды тыңдау мінезіне қарай ажырата білуге балаларды үйрету. Бүгін біз қандай оқу іс-әрекетіне келдік? Музыка. Біз музыка оқу іс-әрекетіне келдік. Шығармашылық дағдысы бойынша музыка оқу іс-әрекетіне бүгінгі өтетін тақырыбымыз аспаптар әлеміне саяхат. Олай болса, балалар, бүгінгі оқу іс-әрекетімізді бастау үшін, аспаптар әлеміне саяхат жасау үшін біз саяхатымызды бастайық. Олай болса, интерактив тақтаға назар аударамыз. Видеоролик тамашалайық. Бұл видеороликте аспаптардың шығу тарихын атап өтеді. Қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауысып келе жатқан мәдени мұра. Музыкалық аспаптарды ата-бабаларымыз тастан, ағаштан, темірден, өсімдіктерден, саздан, малдың терісінен, сүйегінен, мүйізден, ішектен, қылдан тағы басқа да дыбыс шығаруы мүмкін заттардан қарапайым ән-күй аспаптарын жасаған. Қазақтың музыка аспаптарын жалпы ұлттық және фольклорлық деп екі топқа бөлуге болады, ал тартылуы және дыбысталу ерекшеліктеріне қарай 5 топқа бөлген. Ішекті, үрмелі, соқпалы, ырғымалы және ірмелі аспаптар. Еліміздің әрбір музейлерінің қорларында 400-ден астам көне музыкалық аспаптары сақтаулы. Олардың 100-ге жетер-жетпесі ғана ұрпақ жадында жатталып, музыкалық орындаушылықта қолданылып келеді. 20 ғасыр басында қазақ руханиятынан, болмысынан айырылып бара жатқан уақытта музыкалық аспаптары да ассимиляцияға ұшырады. Кейіннен оларды жетілдіру мақсатымен бірнеше шеберханалар ашылып, Ахмет Жұбановтың басшылығымен қазіргі қазақтың мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі құрылды. Міне балалар, біз қазақтың ұлттық аспаптар, ішекті, ырғымалы, үрмелі аспаптарының шығу тарихымен таныстық. Одан да бөлек балалар, мына жаққа назар аударайық. Біз күнделікті
күнделікті мынау балабақшаның балдарына арналған осындай аспап түрлеріміз бар. Мына ұрмалы, сосын күнделікті мына ас ішіп жүретін қасығымыз бар ғой, соның өзінен біздер дауыс шығарып, әуенді аспапта сазды әуендер шығара алады екенбіз. Мынау сылдырмақ алақанға ұру арқылы бұны да музыкалық әуендер шығара аламыз. Так, одан бөлек біздер міне кішкене мына балабақшаның балдарына арналған осындай сылдырмақтан үйдегі сәбилеріміздің, бөпелеріміздің ойнататын сылдырмақтың өзінен бізде бүйтіп алақанға ұру арқылы сазды әуендер шығара алады екенбіз. Мына күнделікті су ішіп жүрген стақанымыздың өзінен балалар бүйтіп бір-біріне ұру арқылы, былай-былай ұру арқылы осындай дыбыстар шығара алады екенбіз. Балалар, олай болса, жаңа танысқан аспаптарымыздың үндерімен, дауыстармен танысып өтейік. Тыңдаймыз дауысын. Домбыра екен, міне, домбыра. Келесі. Қобыз емес, қобыздың өзі. Бізде асатаяқ, мына ойыншық түрінде бұлай көрсетеді. Міне балалар, біз аспаптардың дауыстарымен танысып өттік. Музыка шығару үшін бізге не керек? Бастысы не керек бізге музыканы шығару үшін? Ноталар керек екен. Ноталар, біз ноталарды білеміз, ноталарды қайталап өтейікші. Немен қайталаймыз қазір? Нотамен. Асықтаймыз. Біз ноталарды ұмытпаған екенбіз. Жалпы бізде қанша нота бар екен? 7 нота бар екен. Жарайсыңдар. Олай болса, бұлай ойнайықшы ноталармен. Мына нотамызды. Балалар, бізде нотамыздың басты анасы кім екен? Скрипка кілті екен. Осы скрипка кілтінен ары қарай біз 7 нотамызды орналастырайықшы кәне. Бұнда 7 нотамызды жай-жайына жайғастырайық. Кәне, музыка қоям, музыкамен әдемелеп өз жайымызға жайғасамыз. Өз орындарына жайғастырып алды. Рахмет. Олай болса балалар, бір сергі балайға кезекті сергіту сәтіне берейік. Сергіту сәтіміз киіз басу деп аталады.
болса балалар, ендігі кезегімізді даусымызды қыздырып бір ән айтып алайық. Халық әні Еркемайды айтайық. Қан бастаймыз. Айт дегенде өлеңді аңғырмаймын Еркемай, көлден ұшқан аққудай мамырлаймын Еркемай. Еркем, еркем, Еркемай, еркелеген Еркемай, еркелеген еркемді еркелетсем Еркемай. Еркем, еркем, Еркемай, еркелеген Еркемай, еркелеген еркемді еркелетсем Еркемай. Жарайсыңдар балалар. Біз серігіп алдық, ән айтып даусымызды қыздырып алдық. Енді кезегімізді біз ойындарға берейік. Ойынды мен 3 топқа бөліп тастадым. Қасықтар оркестріне және қолғаптар, әуенді қолғап деп аталатын ойын және жұмбақтар деп аталады. Кәне бастаймыз. Бірінші қасықтардан бастайық. Қасықтар жоқсын. Қасықтар істейміз екеуі. Қасықтармен қазір әуенді ән шығарамыз. Әдем орындап шықтыңдар, қасықтарыңызды алдыңға қоямыз. Келесі қолғаптар. Әуенді қолғаптарға кезегімізді береміз. Аянат қасықтардан жинатыңыз, сол үстіне қосып қоясыз. Кән әуенді қолғапқа кезек берейік. Қолымызға әдемдеп киеміз. Киіп алдық па? Кән, сізге көмектесейін.
шығып тұр, иә? Әкелдім қолғаптарымды алайын. Жүрдіңіз кезек берейік. Мына жерде балалар аспаптардың бейнесі бар. Мынау көлеңкесі. Қазір мен осы аспаптар туралы жұмбақ қоям. Сол жұмбақты тапқан кезде осы көлеңкесіне жайғастырасыңдар, иә? Мынау аспаптардың көлеңкесі, астында көлеңкесі. Астындағы осы жұмбақты тапсаңдар, осыған жапсырасыңдар. Міне. Мына сарсырнайы. Сарсырнайы. Осылай жапсырамыз, иә? Ал мен жұмбақтарды қоямын сендерге. Тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз. Ансамбльге сылдырлап, қоңыраулатып, үн қосты. Тыңдаған жан елітіп, мейірлене үн қосты. Асатаяқ. Дұрыс айтады, асатаяқ. Біздер асатаяқ жайғастыра ғой. Рахман, асатаяқты көлеңкесіне жайғастыра ғой. Келесі жұмбақ. Екі желі күйдің көрігі, әннің көлігі. Домбыра. Домбыра. Даниял жарайсың. Жұмбақтың екеуін де Даниял тапты. Айсана домбыраны көлеңкесіне жайғастыра ғой. Бас, құлақ, мойны бар, үлкен шанағы бар. Әндетіп шығар әні бар. Бұл аспап қай аспап? Сарсырнай. Қобыз. Қобыз. Дұрыс айтады Айзере. Қан қобызды жайына жайғастырады. Жеті шектен жеті түрлі үн шығар, әуезінен жеті тарау мұң шығар. Ойнап кетсең түрлі жыр шығар. Бұл аспап қай аспап? Сарсырнай. Жетіген. Жетіген екен. Келесі жұмбағымыз жақсылап тыңдайық. Жүректі бауырар үні бар, баршаға ортақ тілі бай. Тілі бар түймелі, кеңірдегі кернеген, ән мен күйі кені бар. Сарсырнай. Сарсырнай екен. Даниял жарайсың. Даниял жұмбақты жақсы шешеді екен, е балалар? Алдарыңда тұра берсін. Үш рет таптым ғой. Үш рет тапты. Біз бүгінгі оқу әрекетімізде аспаптарды таныстық, аспаптардың үнімен таныстық, шығу тарихымен таныстық. Енді біз сол аспаптарды бірге қосып, әуенді, сазды ән шығарайық. Яғни оркестр ойнап шығайық сол аспаптармен. Кән оркестрге ойнайықшы, оркестр ойнайтын. Балалар, келе қойыңдар. Әркім өзінің қалаған аспабын алсын. Біз онға Таласпаймыз. Амен. Таласпаймыз. Алпазы. Ернім жолы. Әне, мына жаққа тұрайық та. Мына жақта әдем болып тұрайық. Қатар күннен кейін тұрайық. Сила? Апай бұрды күзге қойып. Біріншімен апай, я? Я. Балалар ойнайық, мерекені тойлайық, аспаптарды
Жарайсыңдар балалар. Әдемі оркестр ойнап шықтыңдар. Балалар, оркестрді ойнап алдық. Біз енді бір тағы да ойынға кезек берейік. Мынау қолымда тұрған аспаптардың жартысын табуымыз керек. Мен қазір жартылай берем аспаптарды, жартылай өздерің жайғастырып шығасыңдар. Араластырып қоям. Баста дегенде бастаймыз, иә? Көлеңкесіне жақтырасыңдар аспаптарды. Жартысын тап болса, жартысын табамыз былай. Жетті ма? Бастаймыз, бірге бастаймыз, мақұл ма? Таласпаймыз, жетеді бәріңе жетеді. Жетеді. Дұрыс жиналуларың керек міне. Ал, 1, 2, 3 бастайық. Әрқайсың өз жайына жарастырам. Аяна жастыр. Сезім, ал жастырна. Өзін жайғаны тақ. Дұрыс емес жайын. Мен тексеп шығарыңдар. Жасайды. Асықпай жасаймыз. Асықпай. Көлеңкесіне қарап, бұл көлеңкесіне қарап. Апай, біз ұстап! Тәні мен тексерем. Асықпаса енді. Апай! Дұрыс міне. Алпамыс пен Әмина бітіріп қойды. Дұрыс тапты. Міне. Кәне енді. Асықпа тауы. Дұрыс. Марияш. Крипа. Соныкі, дұрыс айтасың, соныкі. Әдемілеп жабыстыр. Лашын мен Айзере де дұрыс жасап қойды. Сенкі қайсы? Даниял осы ма? Даниял, Айзере, Лашын үшеу. Рақымдікі де дұрыс, бәрі өз жай-жайын тауыпты. Сендердікі де дұрыс. Жарайсыңдар. Сендер біреуін білдіңдер ме? Бұлардікі де дұрыс екен міне. Болды. Дұрыс. Тома мен кімдікі? Дұрыс. Барлықтарың дұрыс таусыңдар балалар. Бәрін әдем жайғастырыңыз. Ал балалар, оқу әрекетімізді қорытындылай келе, біз бүгінгі оқу әрекетімізде не үйрендік? Аспаптармен таныстық, шығу тарихымен таныстық, оның әуенімен таныстық, дауыстармен таныстық, және оларды ойнай білдік, аспаптарды ойнай білдік, ән айтып, бәрін үйрендік. Олай болса балалар, бүгін мен сендерге марапаттап әдемі сабағымызға белсене қатысқандарың үшін мен сендерге үйден арнайы жасап келген марапаттарым бар. Ол сендер отыра біле, мен өзім бар, марапаттап кетем. Арнайы әдемі осындай аспаптардың суреті бар. Аспаптардың суретімен сендерді марапаттап кетейін. Жарайсыңдар. Астында тәттіміз бар. Турлабасы? Менің берген марапаттарым ұнады ма? Оқу әрекетіміз ұнады ма? Олай болса балалар, сендерге рахмет. Оқу әрекетіміз белсене қатысқандарың үшін осымен оқу әрекетіміз аяқталды. Қош, сау болыңдар. Сау болыңдар.